Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Айжан Асхатовна. Сіздерді келе жатқан 22 наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Бүгінгі видеода мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ши бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер видеоны соңына дейін қарап, ұмытпай менің арнама тіркеліп алыңыз. Бізге керекті ингредиенттің барлығын осында жазып қойдым. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстінен қант пен тұзымызды саламыз және де бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алдым. Келесі кезекте ұн мен соданы араластырып алатын боламыз. Одан кейін сұйық массамызды ұнымызға құйып, жақсылап тұрып қамырды илейміз. Бастапқыда мен осылай вилкамен илейдім. Одан кейін құю болған кезде қолмен жақсылап тұрып қамырды илеп шықтым. Қамыр осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Илеп болған қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін осылай қамырымызды екі бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай етіп жайып шығатын боламыз. Қамырды жайған кезде аз-аздан ұн сеуіп отыратын боламыз. Бір қамырды жайып болды, қалыңдығы осындай болып шығады. Қатты жұқа етпейміз. Екі бөлікке бөліп осылай жайып алдым. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп, осылай кесіп алып, домалақ етіп турап шығатын боламыз. Кесілген қамырымызды дәл осылай тігінен қойып, кесетін боламыз. Майға піскен кезде бұл қамырлардың барлығы домалақ болып шығатын болады. Барлық қамырларды кесіп, осылай орналастырып қойдым. Келесі кезекте қазанымызға майымызды салып, сұйық май құйсаңыздар да болады, немесе осындай тоң май мен сұйық майды араластырсаңыздар да болады. Май қызығаннан кейін осылай бауырсақтарымыздың барлығын салып, дәл видеодағыдай етіп араластырып пісіріп алатын боламыз, осылай қызарғанша. Достар, сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. 22 наурызда дәл осындай бауырсақтарды дастархандарыңызға қойсаңыздар болады. Достар, менің арнама ұмытпай тіркеліп алыңыздар және де келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.